Алтай өңірінің дарынды күйшісі, қазақ музыка өнеріне сүбелі үлес қосқан сұңғыла саңлақтардың бірі Мүкей Әбілқайырұлы. Оның күйлері халықтың күнделікті тұрмысын, батырлық дәстүрін, табиғат пен адамның үндестігін сипаттайды. Күйші композитордың ең белгілі туындыларының бірі Жібек жал серке санының жетекте кеткені. Аты айтып тұрғандай, бұл шығарма ат үстіндегі батырлықта жылқының жүйрік мінезін суреттеп, көшпелі өмір салтынан сыр шертеді. Бәрекелді, мына Мүкейдің мына Қосбасар деген күйін мен жақсы білемін. Мына күйді шайқында бірінші рет тыңдап тұрмын. Өте бір тамаша күй екен. Аттың желісі айқалып тұрды. Жалпы осы күйдің тарихын өзіңіз бір айтып өтсеңіз. Бұл күйдің тарихынан алсақ, Мүкей бір жерде жолаушы келе жатып, бір байдың үйіне түседі ғой. Байдың үйіне түссе домбыра ілулі тұрады. Ол сырттан екі атқа көз түсіп үйге кіреді, екі жақсат тұр, Жібек жал серке сан деген. Екі жақсатқа Мүкей өрі жортуылшы адам, көз түседі де үйге кіреді, үйге кірсе домбыра ілулі тұр, домбыраны алдында бір күй шертеді бұл. Бір керемет күйді шертеді, Қосбасқан деген күйді. Содан шертіп, оғанға дейін ана үйді адамдар шай қайнатып, жолаушыға шайды дайындап, сөйтіп болғанша қыз кіріп шығып жүріп, домбырашы адам, қызда домбырашы екен. Қыздың әкесі де домбырашы екен. Содан Мүкей шай қайландырып тастайды, шайды қой, тағы да шай табылар дейді. Сыртқа шығады даладар, шайды дайындап, Мүкейді күтетін болып жүргенде, екі атты алады, Мүкей кетіп қалады. Сол кеткеннен кетіп еліне бір ақ тартады. Даладан бай келсе, қорада ат жоқ. Екі бай кет жоқ. Ат қайда? Білмейміз. Атты білмейміз біз. Ой, жоқ, ешкім келді ме? Жоқ, бір жолаушы келді. Домбыра шертті, содан шай құяйық деп отырғанда, бұл кісі жоқ, кім екенін білмейміз. Дейді. Сол бет ат жоғалады. Ат жоғалып енді келесі жыл болғанда бір жерде сауын айтылған үлкен бәйге болады, бәйге болғанда бай барады ғой. Бір жағы атын іздеп, бір жағы бай шақырған жерге асқа барады. Бір адам бір күй шертіп отырады. Сол күйді шертіп тыңдап үйіне келеді ғой. Үйіне келгеннен кейін бұл қызы бір күй шертіп отыр. Ана жерде шертілген күй. Ана Мүкей шертіп отыр ғой тойда. Енді келсе қызы шертіп отыр. Ой, мынаны кім шертті мына? Ой, жолаушы шерткен. Әп, бәлі атты Мүкей әкеткен екен. Мына күйді шерткен адам сол жерде екен.
Осы күйді сол чертіп отыр. Соны мен енді қызым сен чертіп отсын, сол жолаушыдан үйрендік ме? Жолаушыдан үйренген. Деп содан кейін бір атты жетектеп ап, үкіліп, кезімде ап барады ғой. Мүкөйге барғаннан кейін ана мүкөй, жа болды. Енді атыңа екі ат қосып бірейін деп атын қайтарып бұл кісінің. Бәйгесін алғанымда болады. Серкесан жібек жалды қайтадан жетектетіп жіберген. Совет содағы жібек жал мен Серкесанның жетектеп кетуі деген күйі осылай шыққан дейді. Бәрекелді. Енді мына орындаушылығына мен тыңды қарап отырмын. Бір даланың үні естіледі, бір тамаша, мына нағыз даланың домбырашы сияқты мына жігіт. Тым тамаша орындап жатыр. Кішкене тым жақсы болайын деп тұр екен. Жалпы енді мына күйдің жаңа тарихына қарай, жалпы мына болмысын, күйдің жалпы табиғатына қарап отырсақ, айтарлықтай екен. Шынымен бір жаңағы бір желдіртіп, бір алаңдап, қашып бара жатқандай ойпырмай деген елеңдеумен тартылатын күй екен. Сол бәрі естіліп тұр. Қаншетқанмен мынау Алтайдың тамаша табиғаты, Алтай Тарбағатай өңірінің тылсым табиғаты, сол бір табиғатта бір шыққан күйдің бірау деп отырмын да. Сол бір ана жаңа екі жылқыны көзіне түскеннен ала-сала, іле-шала жаңағы тауды бөктіріліп шапқанда болар енді. Соның бір көрінісі осы күйден байқалып тұр. Әлі де бірақ орындаушылық шеберлік енді мына жігіттің орындауы енді көрініп тұр, бұлай арнайы оқымаған секілді, бірақ дей тұрғанмен халықтың ішінен шыққан жаңағы құлақтан құлаққа жеткізіп қабылдап соны барынша өзінің деңгейінде жеткізіп отырғаны көрініп тұр. Тым тамаша домбырашы екен. Мына Қытайда домбыра мектебі дегенді көрмеген ешкім. Ол деген болмайды. Құлақтан құлаққа, қолдан қолға өтіп, бір күйшіден үйренді. Дарынды ғой, дарынды. Сол құлақтан жаңағы бірден қабылдап алып, күйшіден. Бұрын күйшілер болғанға бір рет тартады да, екінші рет қайтып тартпайды. Бақтысы ғана соны қағып алып, қайырып тартқан ғой. Сондай бір қайырып тартатын жігіттің бір осы жігіт сияқты.